ол компания өзі басынан бірінші Қазақстанға келген кезде, былтыр Алматыға келді да. Алматыға келген кезде олар біз коллекторский компаниямыз деп жұрттарға өздерін презентовать етті. Яғни біз банктың төлей алмай жатқан, халықтың төлемей жатқан займдарын біз сатып аламыз да, соны біз халыққа төлетіп пайда табамыз деді. И бізге инвестиция қажет деді. И инвестиция халықтан тартып бастады. Негізі кәсіпкер ретінде негізі ондай пайда ол Костра Ворлдтан жоқ. Өйткені ол жерден келіп түсетін 100% ақшаның 50%-ын олар ақша тартқан адамға береді. Яғни сіз 100 мың теңге салсаңыз, 100 мың теңгенің 50 мың теңгесін сізді сол Костра Ворлдқа ақша салуға себеп болған адамдарға бөліп беріп тастайды. И ар жағында 50 мың теңге қалады. Олар сіздің 100 мың теңгеңізден сізге апта сайын 4-5% беріп отырамыз деп сізге сөз береді, уәде береді. Яғни сіздің 100 мың теңгеңізден 20 мың теңге сізге ай сайын қайтарып беріп отырамыз деп сөз береді. Яғни оларға нақты сіздің қалтаңыздан түскен ақша оған 50 мың теңге ғана түсті. 50 мың теңгесін сіздің ақшаңызды салушыға себепші болған адамдарға беріп тастайды. Яғни 50 мың теңгеңізден сізге 2,5 айда ол қайтарып беру керек. 20 мың теңгеден есептегенде 3 айда 60 мың теңге сізге қайтарып беріп тастайды. Олар 1 жыл сізге қайтарып беру керек. Яғни сізден түскен ақшаны олар өздері айналдырып пайда тауып үлгермейді. И біріншіден ол, екіншіден Қазақстанда заңсыз жұмыс жасап жатыр. Неге? Өйткені ол шетелдік компания қазір уақытта 3 күн алдын маған бір кісі ұсынды. Айтады, мынау заңды жұмыс жасап жатыр. Заңды қағазын көрген кезде ТО, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік қазақша. Жауапкершілік шектеулі серіктестік қаржылай операциялармен айналыса алмайды біздің Қазақстан заңдарында. Ол немесе акционерный общество болып құнды қағаздар шығару керек, облигация, акция, немесе Нацбанктен рұқсат қағазы лицензиясы болған кәсіпорындар ғана қаржылай операциялармен жұмыс жасай алады. Шетелден келіп жатқан қазір көп компаниялар былай жасайды. Енді мына Костра компаниясы қазір уақытта жұмыс жасап жатыр біздің Қазақстанда. Ол жерден ақша тауып жатқан адамдар бар. Қазір менің айтқаныма, сіздің айтқаныңызға олар құлағына елемейді. Бірақ бұған дейінгі тәжірибеде өткен жылы Қазақстанда Delston Capital деген бір компания жұмыс жасады. Дәл осы секілді системамен жұмыс жасады. Олар жаңағы пирамиданың басында тұрған, мысалға Жандос деген азаматқа сіз осы компаниядан ақша тауып жатсыз, біз Қазақстанда заңды түрде жұмыс жасауымыз керек деп айтады. Сіздің атыңызға мысалы Delston Capital деп ТО ашқызады. Бірақ оның құжаты заңсыз, өйткені ол жауапкершілік шектеулі серіктестік ашты. Бірақ ол бір өзі ойлап тапқан жоқ. Өзінің сауатсыздығының арқасында біреуге сеніп, біреудің жүгін алды. Негізі бұндай қаржылық пирамида секілді кез келген компанияның ұсынысына байланысты ол компанияның түпкі ниетін анықтауға болады. Бірақ өкінішке орай біздің халықтың көпшілігі қаржылай сауатсыз, сол нәрсені білмейді. Біреудің айтқанына жүгіріп кете береді көпшілігі. Сондықтан да көп адамдар ұтылып қалып жатыр. Бірақ ақшаны сіздің компанияңызға салмайды, олар сразу шетелге жібереді. Ол бастамасында шетелге жібереді, одан кейін сіздің офисіңізге келіп тарқатады. Яғни ол жерден шетелдіктер Қазақстанға ақша бермейді, Қазақстаннан ақшаны алып кетеді. Мысалға кеше Костра Ворлдтан бір жігіт сол жерде жұмыс жасайды екен, мен ақшамды алдым деді. Мен сұрақ қойдым, ақшаны қай жерден алдым? Мен офистен барып алдым. Кірген адам офисқа ақшасын береді, алатын адам офистен ақшасын алады. Яғни ол жерден бір банк, бір құзырлы органдардың ешқайсысы жоқ. Сіздің мен келіп кіремін сол компанияға, менің кірген ақшамды алу керек адамға беріп жатыр. Алу керек. Ешқандай құжатсыз, еш нәрсесіз. Қазақстаннан бірнеше компания бар. Мысалы Helix деген компания, Delston Capital деген компания, Sterling Capital деген компания, тағы сияқты бірнеше компаниялар Қазақстаннан миллиардтаған теңгені сыртқа алып шығып, жауып қалды. Соңында қазақтар біреу стресс болып жатыр, біреу жаңағы инсульт алды, тағысын тағы қарызға кіріп, көпшілігі қарызданып жүр қазір уақытта. Туған туысқанмен араласамай деген секілді. Бізге қазір жасап жатқан компанияның көпшілігі украиналықтар, немесе көпшілігі россиялықтар. Неге? Өйткені Украинада қазір өздеріңіз білесіздер, белгілі бір дағдарыс болып жатыр. Кез келген жаңағы IT саласында жұмыс жасайтын көп кісілер біледі. Украиндықтар сайт, жай ішінде веб-сайттың өзін біздің Қазақстанда 2 миллион теңгеге жасауға болатын веб-сайтты украиндықтар 300 мың теңге, 400 мың теңге жасайды. Яғни Украинада IT технологиясын жақсы қолданатын мамандар өте көп. Сол нәрсені қолданып, біздің қазақстандықтарға жаңағы сол бір сайт ашады. Яғни Қазақстан азаматымен сол компанияны құрап тұрған тек қана веб-сайт. Басқа еш нәрсе жоқ. Заңды түрде құжат еш нәрсе жоқ. Тек қана веб-сайт. Сол веб-сайтты олар айтады,
Лондонның компаниясы, Испанияның компаниясы, біздің орталық офисіміз Гонконгта орналасқан, немесе Малайзияда орналасқан деген сияқты шетел несін айтады. Өйткені қазақстандықтардың Украинаға сенімі жоқ. Енді Украина былайша айтқан кездегі қазір дағдарыс болып отқан жер. Ал Лондон, немесе Испания, немесе Париж, немесе Америка дейтін болса, көпшілік адам сенеді. Қазақстанда вообще қаржылық пирамидалар екі топқа бөлінеді. Біріншісі қысқа мерзімді қаржылық пирамидалар, екіншісі ұзақ мерзімді қаржылық пирамидалар. Қысқа мерзімді қаржылық пирамидалар сізге ақша салған күннен бастап айына осынша пайыз алып отырасың деп сізге уәде береді. Айына 20, 30, 25 деген секілді өте қарапайым бизнес пайда алып келмейтін пайыздарды сізге сөз береді и сондайлар жұмыс жасайды. Бұл компаниялардың көпшілігі 1-2-3 жылдан аспайды. Екінші ұзақ мерзімді қаржылық пирамидалар. Бұлар не? Бұлар сізге бірден ертең береміз деп сөз бермейді, бұлар болашақта деп сөз береді. Мысал түрде қазір электрондық валюта деген түр пайда болды. Яғни 2-3 адам біргет өздерінің электрондық валютасын ашамыз, аштық дейді. Ондай 700-ден астам компания бар екен. Соның барлығына баратын болсаңыз, ол жерден мысал түрде келтіреді. Америкада бір официант болып жұмыс жасайтын бала бір $10 белгілі бір мөлшерде биткоин сатып алған, 3 жылдан соң сол баланың биткоины $1 миллион тең болды дейді. Сөйтеді, сізде қазір біздің электрондық ақшамыз бүкіл әлемде теңге, доллар сияқты ақша ретінде, валюта ретінде жұмыс жасайды. Сондықтан да қазір сіз арзан кезінде сатып алыңыз дейді. Сатып алыңыз дейді. Бұлар енді ұзақ мерзімді. Яғни біз бүгін емес, ертең 5 жылдан соң, 3 жылдан соң, 10 жылдан соң біз осындай бай боламыз деген секілді, бай боласыз деген сияқты адамдарға қаражатын салдырады. Бір әйел деген сұрақ қойдым, бір жерге инвестиция салдым деді. Қай жерге инвестиция салдыңыз деді, мен алтынға салдым деді. Алтыныңыз қайда? Алтыным Дубайда теңіздің астында жатыр дейді. Керек кезде мен оны шығарып алып сатам дейді. Көріп отырсың, алтын күн сайын қымбаттап жатыр дейді. Енді алтын қымбаттап жатыр, соңғы 10 жылда алатын болсаңыз, белгілі бір деңгейде қымбаттады. Бірақ ол кісінің айтатын нәрсесі осы да. Яғни мен балама бір мұра қылып бір нәрсені тастап бара жатырмын деп айтсам, ол әке қайда деп сұрайтын болса, Дубайда теңіздің астында алтының жатыр десем, ол менің баламның өзі сенбейді. Өкінішке орай бізде сауатты үлкен азаматтар сол нәрсеге сенеді. Олар инвесторымыз деп айтады. Олар негізі қазір алданған адамдар. Қазір алып жатқан соң өздерін инвесторымыз деп санап, өздерін не қылады. Былайша кезде біздің көзқарасымызша, менің көзқарасымша ол сауатсыз жай ақша, бір жерге ақша салған, алдануға аз қалған адам. Болашақта ол алданады, осы сөз үшін өзі күйеді. Негізі инвестицияның белгілі бір заңдылығы бар. Не заңдылығы? Инвестицияны сіз салатын кезде белгілі бір өзіңіз білген салаға салуыңыз керек. Яғни өзіңіз қадағалай алатын. Сіз көзбен көрген, екіншіден сіздің құқығың заңмен бекітілу керек. Яғни мысалы акцияның да сіздің әсер ете алатын акциясы бар, әсер ете алмайтын акцияңыз бар. И ол заң бойынша сіздің атыңызда тұр. Сол нәрселер. Оларда заң бойынша сізге ешқандай құжат бермейді. Сіз оны ерде осындай пайда болып жатыр деген сіз көзбен көре алмайсыз. Мұнайда болып жатыр, тағысын тағы деген сияқты мәселелерді айта береді. Біз бір нәрсені ұғынуымыз керек та. Қазақстанда белгілі бір халық бар. Мысал түрде айтайын, 100 халық бар. Барлығымызға түсінуіміз үшін 100 адам бар. 100 адамның ішінде айналып жүрген 1 миллион теңге қаражат бар. Ол 100 адамның 10 адамы әрине жағдайы жақсы, бай. Қазіргі уақытта Қазақстандағы бай адамдар. Мысалға 60-70% орташа деңгейдегі адамдар, 20-30% жағдайы орташадан төмен адамдар. О, жалпылама алған кезде барлығымызда 1 миллион теңге қаражат бар. Яғни шетелдік компаниялар келіп, осы 1 миллион теңгенің 500 мың теңгесін алып кететін болса, бұл Қазақстанның, яғни 100 адамның ішінде қаражат 500 мың теңге ғана қалады. Ол байына да, орташасына да, кедейіне де әсер етеді. Сондықтан да біз шетелдік компанияға инвестор бол деген кезде барлығын заңды түрде ма? Ол шынымен сол салада айналдырып жатыр ма? Қаншалықты ол компанияның сенімділік жағдайын барлығын тексеріп, біздің мемлекетімізде қаншалықты заңды түрде жұмыс жасап жатыр? Осы нәрсенің барлығын зерттеп, содан кейін әрекеттерге барсақ, әрбір қазақстандықтар жақсы болатын еді. Бірақ өкінішке орай керісінше болып жатыр қазір.